e-gov деген не? Мемлекеттік қызмет және онлайн ақпарат. Портал туралы ақпаратқа келейік. Электрондық үкімет дегеніміз не және ол не үшін қажет? Оны мына жерде көріп отқандарыңыздай ұзақ жазылған екен, сондықтан ChatGPT-ға салдым және осыны қорытындылап бізге түсіндір дедім. Электрондық үкімет дегеніміз не және не үшін қажет? Электрондық үкімет, e-gov, бұл ақпараттық коммуникациялық технологиялар көмегімен мемлекет пен азамат, сондай-ақ мемлекеттік органдар арасында өзара әрекеттестікті жеңілдетуге бағытталған жүйе. Электрондық үкіметтің қажеттілігі азаматтарға ыңғайлы, жылдам және қолжетімді мемлекеттік қызметтерді ұсыну, мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қағазбастылықты азайтып, уақыт пен ресурстарды үнемдеу, азаматтардың мемлекетпен байланысын ашық әрі түсінікті ету. Қысқаша айтқанда, электрондық үкімет бұл бір терезе қағидасы, онлайн қызметтер, қарапайым және жедел рәсімдер, азаматтарға бағытталған мемлекет. Мақсаты азаматтарға жүйелі, қауіпсіз және заманауи мемлекет қызмет көрсету. Енді бұл жерде қандай қызметтерді алуға мүмкін деген сұрақ болатын болса, онда осы e-gov дегеннің үстінен басамыз және қараңыз, азаматтарға немесе бизнеске арналған көптеген онлайн қызметтерді бір терезе, осы бір веб парақшадан алуға болады. Соның ішінде отбасы, денсаулық сақтау, білім, жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтылу дейді, әлеуметтік қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлік, кедендік салықтар, құқық көмек, көлік және коммуникациялар, консулдық қызметтер, әскери есеп және қауіпсіздік. Жалпы айтқанда, бұл жерде көптеген мемлекет пен азаматтардың, Қазақстан Республикасының азаматтардың арасындағы байланысты ұйымдастыруға арналған, енді бизнеске арналған көптеген тағы да мына жерде шешімдерді көреміз. Соның ішінде бизнесті тіркеу және дамыту, лицензия алу және аккредитация, енді кредиттеу дейді. Көріп отқандарыңыздай барлық қызметті алуға болады екен. Соның ішінде мысалы былай көрейік, азаматтарға енді қараңыздар, мына жерде қандай танымал қызметтер дейді. Соның ішінде мысалы соттылықтың болмауы туралы анықтаманы алуға болады. Заңды тұлғалар үшін жылжымайтын мүліктің болмауы туралы ақпарат беру, сондай-ақ аударымдары туралы ақпарат дейді. Бұл енді қысқартылған екен, мен шынын айтсам білмей отырмын. Жалпы бұл жерде көптеген анықтамалар мен мемлекеттік құжаттамаларды, куәліктерді алуға болады. Соның ішінде жаңағы портал туралы деген мәліметіне келетін болсақ, осы жерде тағы да электрондық үкімет не үшін қажет екені мына жерде жазылды, және Қазақстан Республикасында электрондық үкімет қалай дамуда. Бүгінгі таңда шынымен Қазақстан Республикасы электрондық цифровой барлық ақпарат алмасу, бір қызметті алу және оны куәландыру, осындай қызметтер барлығы шынымен өте жақсы дамуда. Осы электрондық үкіметтің жетістіктері де мына жерде аталып өтілген екен. Қандай халықаралық халықаралық мойындаулар, сондай-ақ жетістіктер мен бағалаулардан өткен келіпті. Қазақстан Республикасының электрондық үкіметтің жобалары дейді. Мына жерде e-gov mobile электрондық үкіметті жаңағы телефон қосымшасы арқылы да жүктеп алып, сол жерде тіркеліп, өзіңізге қажетті қызметтерді алуға мүмкіндік берген екен. Енді мына жерде көмек керек болса, сізге қандай да бір сұрақтар бойынша, мысалы жиі қойылатын сұрақтарға келетін болсақ, осы жерде ЭЦК алу мен орнату бойынша сұрақтар, немесе мемлекеттік органдардың электрондық анықтамаларын алу, Қазақстан Республикасының мобильдік үкіметі, цифрлық құжаттар, барлық сізде сұрақтар осындай туындайтын болса, осы жерге келіп қарастырсаңыз болады. Мысалы, ЭЦК алу мен орнату бойынша. Сол жерде ЭЦК деген не және ол не үшін қажет? Электрондық цифрлық қолтаңба, бұны да мен ChatGPT-ға да салдым, сөйтіп жаңағыдай кішкене қысқартып түсіндір дедім. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл цифрлық форматта қол қоюға мүмкіндік беретін қауіпсіздік құралы. Жалпы цифрлық форматта қол қоюға мүмкіндік беретін құрал. Бұл кәдімгі өзіміздің қолмен қоятын қолтаңба сияқты, алайда цифрлық нұсқада, және оның заңды күшке ие бұлда. Бұл электрондық құжаттардың дұрыстығын, өзгеріссіздігін және сіздің қол қойғаныңызды дәлелдейді. Электрондық цифрлық қолтаңбаның негізгі қызметтері жеке сәйкестендіру. ЭЦК сіздің нақты тұлға екеніңізді растауға көмектеседі. Қолтаңбадағы ақпарат, мысалы сіздің жеке сәйкестендіру нөміріңіз, сіздің кім екендігіңіз барлығын осы цифрлық қолтаңба дәлелдейді.
құжаттың түп нұсқалығын тексереді. Сіз егерде бір қандай да бір құжатқа ECC көмегімен қол қойсаңыз, сол құжаттың өзгермегені және бұрмаланбағаны қамтамасыз етіледі дейді. Құқықтық күші. Қол қою арқылы сіз кез келген электрондық құжатқа өз келісіміңізді білдіресіз. Яғни сіз ECC-ны пайдаланып қандай да бір құжатқа қол қоятын болсаңыз, онда сіз сол құжатқа кәдімгі қол қойған сияқты тең болып саналады. Не үшін қажет? Бұл қағазсыз қоғамға көшу электрондық құжаттармен жұмыс істеуді жеңілдетеді. Құжаттардың қауіпсіздігі, құжаттардың өзгерістерін бақылайды, оларды қорғауға мүмкіндік береді. Яғни электрондық цифрлық қолтаңбамен біз қандай да бір құжатқа қол қоятын болсақ, ол қандай да бір кез келген мемлекеттік немесе кез келген жеке тұлға, заңды тұлғаға берілген кезде, оның бір өзінің жаңағыдай хэштеу дейміз, сол өзінің бір қандай да бір цифрлық паттерн, шаблоны болады. Және оның өзгермегенін ол интернет арқылы жалпы мемлекеттік органдар барлығы дәлелдеп, қанша уақыт өтсе де, қанша адам арқылы өтсе де, оның өзгермеген дәлелдеуге мүмкіндік береді. Сондай цифрлық, ол жерде кодтар жаңағыдай өте жоғары технология қолданылған. Мемлекеттік және коммерциялық қызметтер ECC арқылы мемлекеттік қызметтерді онлайн алуға болады. Мысалы, салық декларациясын тапсыру, өтініш беру, келісімдер жасау, тағы басқа дейді. ECC тегін беріледі және оны алу үшін арнайы порталдар мен процедуралар бар. Қысқаша айтқанда, ECC электрондық құжаттардың заңды күшін қамтамасыз ететін әрі қауіпсіздігін сақтайтын құрал. Көрдіңіз бе? Бұл қауіпсіздігін сақтайды. Сонымен қатар оның қосымша электрондық мүмкіндіктері бар, жаңағыдай дәлелдей алатын заңды түрде. Енді ECC-ны қалай аламын және қанша жастан бастап аламын деген сұраққа келетін болсақ, ECC-ны 2003 жылғы шыққан 7 қаңтардағы заңның 14 бабына сәйкес тіркеу куәлігін ақпараттандыру саласында бұл 16 жастан бастап беріледі деп жазылған. Міне мына жерде көрсетілгендей 16 жастан бастап беріледі. Оны алу үшін біз PKI.gov сайтына барамыз. PKI.gov бұл Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы. Қараңыз, бұл жерде, осы жерде халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ ECC кілтін алуға болады, электрондық цифрлық қолтаңбаны, немесе осы өзіміздің e.gov сайтында да беруге болады. Мысалы, басты парақшаға келеміз, одан кейін кішкене төмен қарай түсетін болсақ, міне ECC-ны қашықтан алу және онлайн сұрау бастаймыз. Мысалы, міне осы екеуі негізі ешқандай айырмашылығы жоқ. Жалпы айтқанда, бұл жерде екеуі қазір бір тірлікті жасайды. Былайша айтқанда, міне жеке тұлға ретінде бастайтын болсақ, міне ЖСН жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіңіз дейді. Сол сияқты PKI.gov егерде ECC-ға бармай жеке тұлға ретінде алатын болсақ, онда тура сол мәселені береді. Қараңыз, ECC кілтін қашықтан алу және бұл жерде қандай қазір талаптарына келеміз. Екеуі бір тірлікті істейді, бірақ ол екеуінің не айырмашылығы бар деген сұрақ туындайтын болса сізде, қараңыз, керемет сұрақ. Электрондық цифрлық қолтаңбаны алуға болатын e.gov.kz және PKI.gov.kz екеуі де ресми, бірақ әртүрлі рөл атқарады дейді. Қысқаша айырмашылықтарын түсіндіріп кететін болсақ, қараңыз, e.gov Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталы, бұл қызмет көрсету алаңы. Мұнда азаматтар электрондық цифрлық қолтаңба арқылы мемлекеттік қызметтерді ала алады. Көп деген қызметтерді жаңа көрсеткен ала аласыз. Сондай-ақ ECC-ны қашықтан алу процесін бастай аласыз. Және ол жерде сіз өзіңізді растайсыз, видео сәйкестендіру өтесіз. Одан кейін өтініш бересіз, былайша айтқанда. Ал PKI.gov.kz бұл нақты сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды жасайды және сізге береді. Былайша айтқанда дейді, мына жерде көрейік, міне PKI.gov бұл Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы. Бұл ECC-ны беретін органның ресми сайты. Нақты электрондық цифрлық қолтаңбаны беретін, жасайтын және оны сізге тапсыратын мемлекеттік органның ресми сайты осы PKI.gov.kz. Мұнда электрондық цифрлық қолтаңбаны шығаратын негізгі инфрақұрылым орналасқан. Барлық компьютерлер, барлық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін цифрлық құжаттар, барлығы инфраструктура осы PKI.gov.kz сайтында орналасқан дейді. Қолтаңба сертификатын басқаруға болады. Мысалы, бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде жеке кабинетке, осы электрондық цифрлық қолтаңбаны алғаннан кейін жеке кабинетке кіресіз, және сол арқылы бұл жерде қолтаңба сертификатын, мысалы, жарамдылығын тексересіз, қанша уақыты бар екен, және оны кері қайтарып алуға болады. Мысалы, электрондық цифрлық қолтаңбаны мүлдем жойып тастасаңыз болады, немесе оны жаңадан басынан қайтадан шығарсаңыз болады.
Бұл жерде қолтаңбаға арналған арнайы утилиталар мен бағдарламалар бар дейді PKI Gov.kz сайтында, сондай-ақ нұсқаулықтар беріледі дейді. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, e-gov.kz сіздің өтініш беретін және пайдаланатын жеріңіз барлық онлайн қосымшаларды, қажетті құжаттарды, цифрлық, жалпы кез келген мемлекетпен қарым-қатынасты осы e-gov сайтында жасайсыз дейді. Ал Pkov.kz бұл ECK-ның техникалық провайдері, беруші және тексеруші мекеме деп жазыпты. Жарайды, олай болса тым қиындатпаймыз. Біз былай жасайық, ECK-ны осы бірден PKI-Gov сайтының өзінен келіп бастайық. Мысалы қараңыз, жеке тұлғалар қашықтықтан сәйкестендіру. Міне, мен басты бірінші парақшасына барайын. Және бұл жерде сізге, міне қараңыз, мен сізге халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, ECK электронды цифрлық қолтаңба кілтін алуға тырысайық, және біз жеке тұлға ретінде жасап көрейік. Заңды тұлғалар үшін де өте ұқсас. ECK кілттерін қашықтан алу үшін сізге қажетті нәрсе: көрсетілген қызметтерді алушының қолданыстағы және жеке басын куәландыратын құжат. Қазақстан Республикасының фотосуреті бар жеке басты куәландыратын құжаты, жеке куәлігі болу керек дейді. SMS алу мүмкіндігі бар телефонның болуы. Яғни бұны ұзақтан алу үшін, қашықтан алу үшін сізге міндетті түрде Қазақстан Республикасының жеке куәлігі, сондай-ақ сіздің телефон номеріңіз халыққа қызмет көрсету орталығында тіркелуі міндетті. Ол үшін сіз халық қызмет орталығына бірінші рет әрине баруыңыз міндетті деген сөз. Сол жерде сіз өзіңіздің жеке куәлігіңізді алып барып, телефон номеріңізді тіркейсіз, және сол арқылы болашақта онлайн электрондық цифрлық қолтаңбаны алуға мүмкіндік болады. Сіздің дербес компьютеріңізде веб-камера болу керек дейді. Немесе ұялы телефоныңызда веб-камерасы болса, ұялы телефон арқылы да жасауға болады. ECK-ны одан әрі орнату және пайдалану үшін, электрондық цифрлық қолтаңбамен көп жағдайда жұмыс жасау үшін, оны алу үшін бізге NC Layer бағдарламасы қажет дейді. Олай болса, осы NC Layer бағдарламасын бірінші орнату мәселесіне келейік. Ол үшін не істейміз? Жарайды, былай керек, өтінім беруге бастап көрейік, және бұл жерде бізге қазір қате болса өзі бірден айтады. Мысалы, бір қызығы NC Layer жоқ деп маған қазір ұрыспай тұр. Олай болса, теріп көре берейік. Қазір NC Layer'ді өзі бізге ұсыну керек. 53-356, одан кейін мен бұл жерде жеке сәйкестендіру нөмірін теремін және GSN-ді тексеру. Мына жерде менің аты жөнім шықты, менің жеке сәйкестендіру нөмірі енгізу. Енді қазір не істейтін көрейік. Сіз өзіңіздің жеке телефон номеріңізді, қазақ тіліне аударайық, мобильді азамат базасында тіркелген GSN мен жеке сәйкестендіру нөмірімен телефон нөміріңізді енгізіңіз дейді. GSN нөмірі 80. Телефон номерін теремін. Кодты алу. 14.4.4-тен код келдік. Бұл кодты ешкімге айтпаңыз дейді. Және осы кодты мына жерге теріңіз дейді. 8968 дейді. Камераға қолжетімділік проблемасы, тексеруден смартфонға өте аласыз дейді. Мысалы қараңыз, мен мысалы әшейін өзімнің телефонымда қазір мына QR кодты сканерлеймін және телефонда камераға ауысуға мүмкіндік берді. Продолжить. Мен қазір телефонымда жұмыс жасап отырмын. Пройдите видео проверку дейді. Мен қазір бұған рұқсат беремін. Сіздің компьютеріңізде камера болатын болса, онда сіз компьютеріңіздегі камерамен жұмыс жасай аласыз. Нутс орталығы сіздің жеке куәлігіңізге және мобильдік телефон номеріңізге рұқсат етуді сұрап жатыр дейді. Рұқсат етуді рұқсат берейік. Пайдаланушылық келісімді енгізу. Жеке тұлға қашықтан сәйкестендіру үлгісі онлайн өтінім беру дейді. Міне бізде GSN номер, қызмет алушы кім екені жазды және электрондық поштаңызды көрсетіңіз дейді. Мен қазір мына жерге электрондық поштаны терейін. Кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру басамын. Қараңыздар, менде қазір жүктелуде проблема болды, себебі NC Layer орнатылмаған еді. Енді әрине бұл өте дұрыс болмады. Мен жағынан NC Layer'ді орнату ол өте қарапайым нәрсе. Сондықтан NC Layer'ді қазір мен сіздерге орнатуды көрсетейін. Қараңыз, толығырақ NC Layer'ге келеміз. NC Layer бұл электронды цифрлық қолтаңбамен жұмыс жасауға арналған негізгі қосымша утилита. Бізде қазір Windows 10 операциялық жүйесі, соның ішінде 64 биттік операциялық жүйесі орнатылған. Міне тип системы 64 биттік операциялық жүйе. Олай болса біз Windows үшін арналған NC Layer'ді жүктейміз. Және ол жүктелгеннен кейін
Қазір мына жерге жүктелгендерге келейік. NCLR-ды орнату нүктесін басайын. Далее нүктесін басамын және орнатылу басталды. Ұлттық куәландыру орталығының сертификатын орнатасыз ба дейді. Я деймін. Негізгі куәландырушы орталықтың сертификатын рұқсат бересіз бе? Я деймін. Және NCLR бізде қосылды, запущен, және ол қай портта жұмыс жасағаны көрсетіліп тұр. Енді мен қайтадан жаңағы өтініш беру сайтына келейін. Осы жерде кілт қоймасын таңдауға тырысып көрейін. Міне NCLR бар болғандықтан енді қазір жұмыс жасады. Дербес компьютер. Мен электрондық цифрлық қолтаңбаны өзімнің компьютеріме сақтаймын. Соның ішінде жұмыс үстелінде ECF қолтаңба деген папка жасадым. Және осы жерде папканы таңдаймын. Одан кейін құптау нүктесін басайын. Қызметтер өтінім статусын тексеру дейді. Жеке тұлға кім екені жазылған екен. Бұл жерде қолданушы мәліметтері, өтінім статусының кестесі, жаңа өтінім қазір берілді дейді міне. Қолданушыны тіркеу орталығының сәйкестендірілді. Одан кейін өтінімге ұлттық қауіпсіздік орталығы немесе жаңа куәландыру орталығы қол қойылып жатыр дейді. Өтінім деректері, өтінім беруші, өтінім нөмірі, қашан берілгені. Қазір жаңартып бір рет көреміз. Міне тіркеу куәліктері сәйкестендіру барлығы өтінім бойынша жасалды және шығарылды дейді. Сертификаттарды жүктеп алыңыз дейді. Бұл жерде сертификатқа құпия сөз қоюыңыз керек. Яғни сіз осы электрондық цифрлық қолтаңбаны қазір алудамыз және біз оған қандай да бір құпия сөз қояйық. Мен бұл жерде қарапайымдау бір кілт сөзді орнатамын, өзім ұмытып қалмайтын. Және әрқашан жаңағы онлайн құжаттарға, кез келген келісім шарттарға немесе бір қандай да бір қызмет алу барысында осы қолтаңбамен қол қою барысында ол менің құпия сөзімді сұрайды сәйкестендіру үшін. Мен осы кілт сөзді теремін. Құптау нүктесін басайын. Сертификаттар сәтті орнатылды. Электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін қолдануға дайын дейді. Олай болса мен жұмыс үстеліне келейін. Міне менде қазір электрондық цифрлық қолтаңба жүктелді. Олай болса бізде келесі қадам мысалы электрондық цифрлық мемлекет e-gov сайтына келеміз. Осы жерде кіру және электрондық цифрлық қолтаңбаны таңдаймыз. Қай жерде орнатылғанын көрсетейік. Ол бізде жаңағы жұмыс үстелі, сол жерде ECF қолтаңба, жаңа ғана жасалған файл. Міне құпия сөзді теріңіз дейді. Жаңа өзіміз қойған құпия сөзді тереміз. Ашу нүктесін басамын және кім екенімді көрсетті. Қол қою нүктесін басамын. Және осылайша біз электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып мемлекеттік қызметтер және онлайн ақпарат порталына кірдік.